Сәлеметсіздер ме? Қазір сіздермен мына берілген 200-ші есепті шығаратын боламыз. Бірінші бізге АБЦ үшбұрышы берілген дейді. Онда бірінші осы АБЦ үшбұрышымызды салып алайық. Міне белгілейік төбелерін А, Б, С. Ал енді келесі бізге К нүктесі АБ-да жатыр екен, иә? АК-ның КБ-ға қатынасы 3-ның 2-ге қатынасындай дейді. Демек, міне К нүктесі мұнда болса, онда бұл 3х, ал бұл 2х екен. Ал келесі М дегеніміз АС қабырғасында жатыр екен, сонда АМ-нің МС-ға қатынасы 4-дің 3-ге қатынасындай дейді. Демек, онда М нүктесін бұдан алайық, сонда бұл 4y болса, МС 3y болып тұр екен. Ал енді келесі К мен М-ді қосайық. К мен М-ді қосатын болсақ, сонда бізде КБЦМ деген 4 бұрыштың ауданы нешеге тең дейді. Соны жазып қойып, С КБЦМ бұл 46 сантиметр квадратқа тең екен. Ал енді олай болса, осы АБЦ үшбұрышының ауданын табуымыз керек екен. АБЦ үшбұрышының ауданын қалай тапсақ болады? Ал енді олай болса, ең бірінші, бұдан көріп отырғандарыңыздай, бұл екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас емес. Соны жақсылап естеріңізде сақтап алыңыздар. Бұны S1, бұны S2 деп белгілейік. Сонымен бірақ біз S2-нің мәнін білеміз ғой. S2 деп отырғанымыз нешеге тең дейді? 46-ға тең екен. Сонда мен қазір осы АБЦ үшбұрыштың ауданын табайын. Онда мен бұны альфа деп белгілеп қояйын. АБЦ үшбұрыштың ауданы бізге неге тең болады екен? Олай болса, міне S, АБЦ. Осы АБЦ үшбұрыштың ауданы бұл 2-ден 1 көбейтілген 5х көбейтілген 7y көбейту синус альфаға тең екен. Неге бұлай болды? Себебі бұл 5х деген қайдан келді? Бұл мына АБ қабырғасының ұзындығы екен. Ал енді 7y деп отырғанымыз бұл бізде АС қабырғасының ұзындығы екен. Ал енді келесі тура осылай енді біз S1-ді тауып көрейік. S1 дегеніміз ол АКМ деген үшбұрыштың ауданы ғой. Сонда S, АКМ бұл неге тең екен? 2-ден 1, келесі 3х көбейтілген 4y көбейтілген синус альфа екен. Олай болса, біз қазір осы АБЦ-ның ауданын АКМ-нің ауданына бөлейік. Сонда S, АБЦ бөлінген S, АКМ бұл неге тең болады екен? Олай болса, міне жазайық. 2-ден 1, 5х көбейтілген 7y келесі синус альфа. Ал бұның бөлімінде міне 2-ден 1, келесі 3х, 4y және синус альфа. Сонда бұдан көріп отырғандарыңыздай синус альфа мен синус альфа, y пен y, x пен x, келесі 2-ден 1 мен 2-ден 1 не істейді екен? Қысқарып кетеді екен. Сонда бізде не қалды? 34 бөлінген, 34 депін ғой, 35 бөлінген 12 деген қалады екен. Сонымен біз қазір сіздермен міне АБЦ үшбұрышының ауданының АКМ-нің ауданына қатынасын таптық. Яғни бұл нешеге тең екен? 35 бөлі 12-ге тең екен. Енді олай болса, біз осы АБЦ-ның ауданын тағы басқаша қалай тапсақ болады? Бұл дегеніміз мына S1 қосу 46 ғой. Ал келесі бұның бөлімінде бізде АКМ дейді. АКМ-нің ауданы S1. Олай болса, осы жерден S1-ді тауып алсақ болады екен. Онда S1-ді табайық, ол үшін біз не істейміз? 35-ді S1-ға көбейтетін болса, сонда 35 S1 бұл тең болады 12 көбейтілген S1 қосылған 12 көбейтілген 46 екен. Сонымен бұны осылай жазып қойық. Енді бұны көбейтуді ашпай қойыңыздар. S1-ді өрнектеу үшін теңдіктің сол жағына өткізейік. Сонда бұл 23 еселенген S1 бұл тең болады екен 12 көбейтілген 46 деген шықты. Енді 23 пен 46-ны қысқартатын болсақ 2 шығады екенде, онда S1-дің жауабы 2-ні 12-ге көбейтеміз, 24 сантиметр квадрат деген шықты. Яғни S1-ді таптық, ал енді АБЦ үшбұрышының ауданы неге тең екен? S, АБЦ бұл дегеніміз 24 қосылған, келесі 46 болған. Онда 46-ны қосайық, сонда бұл 70 сантиметр квадрат екен. Сонымен міне мына берілген 200-ші есебіміздің шешуін аяқтадық. Сонда оның жауабы бізде нешеге тең екен? Көріп отырғандарыңыздай жауабын жазып қояйық. Жауабы 70 сантиметр квадрат шықты.